Ғылымда қаз майының пайдасы жайлы көптеген еңбектер бар. Мамандар оны буын ауырғанда, пневмония, тері ауруларында жиі пайдаланған. Бұрындары тіпті қаз майын косметикалық заттарға да қосқан деген дерек бар. Қаз майының құрамы төмендегідей болады. Селен, қанықпаған май қышқылдары, холестерин, Е дәрумені. Аталған элементтер кешенінің арқасында қаз майын ауырсынуды басатын, иммуномодуляциялайтын, қалпына келтіретін және жараларды емдейтін құрал ретінде кеңінен қолданылады. Сонымен қатар, оның антиоксиданттық қасиеті бар. Құрамында қаз майы бар препараттар зат алмасу процесін реттейді, иммунитетті нығайтады, терінің және липидті тосқаудың су балансын қалпына келтіреді, қабыну және ауырсынуды жояды. Құрылымы бойынша қаз майы зәйтүн майына ұқсайды, сондықтан ол дәрілік препараттардың құрамына кіретін басқа компоненттермен оңай сіңіседі. Ондай препараттарды ішуге немесе теріні емдеуге арналған құрал ретінде пайдалануға болады. Қаз майы келесі ауру түрлеріне көмектеседі. Теріні үсік шалғанда. Суворов әскерилері Альпі тауларынан өтіп, денелерін үсік шалғанда қаз майын жаққан деседі. Бұл ретте қаз майы үсік шалудың алдын алып, терінің қалпына келтірілуіне көмектеседі екен. Суық тигенде. Иммунитетті көтеру үшін 15 алоэ шырыны, бал, какао және қаз майынан жасалған тұнбаны ішуге болады. Аталған қоспаны қыздырып, жылы сүткен бір шай қасық тұнбаны қосып ішу керек. Сүтті дәл осы әдіспен тәулігіне 2 рет ішкен абзал. Жөтелген уақытта. Күйген кезде. Күйген теріні қалпына келтіруде қаз майы таптырмас ем болып саналады. Ол үшін күйген теріні күніне 2 рет, теріні күйдіріп алғаннан соң бірнеше күн өткен соң жағу керек. Қаз майы емдік қасиеттерін өте төмен және жоғары температурада да жоғалтпайды. Сонымен қатар, қаз майы ағзаны жылыту әсеріне ие, сондықтан ол теріні үсік шалғанда кезде жиі қолданылады. Сонымен қатар, экзема, псориаз, исекжем, әр түрлі этиологиядағы іріңдер, тітіркену мен қызару, жаралар мен терінің тілінуі кезінде де кеңінен пайдаланылады. Алайда ашық жаралар кезінде қаз майын тек дәрігер кеңесімен пайдаланған жөн. Сонымен бірге қаз майын далаға шығарда және ыстық ауа райында бетке жағуға кеңес берілмейді. Себебі оның құрамында көптеген май қышқылдары бар, ол ультракүлгін сәулелердің салдарынан теріге керісінше зиян болуы мүмкін. Қаз майын көп жағдайда ұйықтар алдында қолданған жөн. Қаздың майын созылмалы жүрек қан тамырлары ауруымен сырқаттанатын жандарға да жиі пайдалануға болмайды. Себебі оның құрамында холестерин болғандықтан, ол қанның ұйып, тромбардың жарылуына әкеп соқтыруы ықтимал.